Орынға таласпаймыз. Кішкене кеңірек ашылып тұрайық. Саламатсыздар ма? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Сабаққа дайындығыңыз қандай? Орында? Жақсы ма? Жақсы. Ендеше қазір сабағымызды бастамас бұрын бәріміз бері қарап тақтаға қарасаңыздар болады. Қызылмен жазылған сөздерді мен оқимын. Қарамен жазылған сөздерді сіздер оқисыздар. Екі көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Жүрек деген не үшін керек? Жаулармен қамдау үшін. Тіл мен жағын не үшін керек? Ақиқатты айту үшін. Ал аяғын Кешкеше жүрсе туған жерге қайту үшін. ендеше әр адамның өзінің туған жері бар екен. Мынау қай жер деп ойлайсыздар? Қазылайдың жанында. Жақсы. Ендеше біз өзіміздің туған жерімізді әрдайым құрметтеп, қайда жүрсек те туған жерімізге оралуды армандау керек екенбіз. Жақсы отыра қояйық. Ол үшін бірінші нәрсе шығарылған суреттерден алсаңыздар болады. Жетті ма бәрімізге? Жақсы. Алдымен қандай сурет бар? Құралдар. Арал тобы бірінші топқа келеміз. Құралдар екінші топқа, темекі үшінші топқа. Өздеріңіз білесіздер, кеше ғана осы Даниэл Дефоның Робинзон Крузо романымен танысқан болатынбыз. Және тілдік бағдарда күрделі сөздермен таныстық. Ендеше бүгін екінші сағаты екен. Сіздермен бірге алдыңғы білімді тексеріп алу үшін тапсырмалар беріледі қазір. Сол тапсырмаларды мұқият орындайсыздар. Бұл үй тапсырмасы. Алдарыңызда бағалау парақтары берілген. Бағалау парақтарында төрт тұрсында аты жөндеріңізді жазып, бағалау отырасыздар. Топтасына жеке бағалау бар. Қазір 2 минут беремін. 2 минутта аяқтау үлгеруіміз керек. Арал теңізі өте тұзды. Бір синоним теңіз. Жақсы, рахмет. Жақсы, екінші топ отыра қойыңдар. Сізге берілген тапсырма бұл фокус формуласын орындау. Менің ойымша Робинзон Крузо романы әлем әдебиетінің ең озық үлгісі. Себебі бұл роман өте танымал және қызықты. Мысалы, бұл роман өмірден алынған оқиға. Сондықтан бұл роман озық үлгісі. Жақсы, рахмет. Даниэл Дефон туралы не білесіз? Біз осы тақырыпқа кластер жасадық. Даниэл Дефон, жазушы публицист Даниэл Дефон 1961 жылы туылған. Дефонның әкесі қолөнерші еттен айналысқан, иә? Тарих жайлы көп нәрсе білген. Алдарыңызда бағалау парақ жатыр, иә? Ендеше топтардың жұмысын бір-бірін бағалап отырыңыздар, бал шкалалары көрсетілген. Сонымен қатар тапсырманы бағалаңыздар. Тапсырма қандай? Қиын болды ма, оңай болды ма? Егер де қиын болса, минус қойыңыздар.
қосыңыздар. Ал егер де жеңіл болса, плюс қойыңыздар. Жақсы ма? Жақсы, тағы да? Еме деген екен? Үзінді, жақсы. Енді бұл сіздерге жаңалық емес, себебі бізде кеше ғана естіп едік. Екінші сағатты, сондықтан дайындалып келдіңіздер деп, иә? Жақсы, ендеше дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Сабақта не істейміз? Жақсы, айтамын жаңа. Biz bugün Robinson Crusoe'nin және де Daniel Defoe'ның шығармасын талдайтын боламыз, иә? Жақсы, рахмет. Ендеше назар аударайық. Бүгін біздің сабағымыздың мақсатында тыңдалым материалдарын тыңдайды екенсіздер. Және өз пікірлеріңізді бір-біріңізбен топта болсын, жеке болсын, талдайсыздар да пікірлеріңізді тыңдап баға беріп отырасыздар. Жақсы ма сабақта? Және сабақтың мақсаты орындауға сіздер мысалы күрделі сөздерді тауып, сол күрделі сөздермен сөйлемдер құрастыратын боласыздар. Жақсы? Ой шақырып алайық. Фильм жарыққа шығады екен. Сен ол кітапты оқыдың ба? Не туралы жазылған? Ол кітап Робинзон Крузоның басынан кешкен оқиғалар туралы баяндайды. Қызық екен, ол қандай оқиғаларды басынан кешкен? Бірде Робинзон жүзіп келе жатқан кеме су астына кетіп, ол жақын жердегі бір аралға жүзіп жетеді. Ол аралда мүлдем жалғыз қалған ба? Иә, мүлдем жалғыз өзі қалған Робинзон қалайда тірі қалуды ойлайды. Ол аралда жалғыз өзі қалай көп көрген? Құс аулап, жеміс-жидек теріп жеп, тіпті ешкі сауып күнін көрген. Робинзон аралда қанша уақыт өмір сүрген? Ол аралда 28 жыл өмір сүрген екен. Жылмадан жалғыз 28 жыл? Қызық болса, киноға билет сатып алайық. Сәлеметсіз, Робинзон Крузо фильміне 2 билет беріңізші. Алдыңғы қатарда орындарға беріңізші. Рахмет. Жақсы балалар. Ендеше бүгін сіздермен бірге өзіміз кино құрастыратын боламыз, иә? Сол киноны өздеріңіз көргендей болатын сабақ болады деген ойдамын. Енді бүгінгі біздің сабақта кездесетін сөздер, жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Қажет болса сөздік дәптерлеріңізге түртіп алсаңыздар да болады. Есіркеу, жан ашу, аяу, мүсіркеу деген мағынаны білдіреді. Қайғыру, қамығу, мұңаю, жұбату, уату, көңіл аулау, тұрмыс, әл-ауқат, тіршілік. Енді сіздерге бұл сөздер қиындық тудырмайды деп ойлаймын, иә? Динас, назар аударып отырсаңыз, арал дегеніміз не екен? Оқи ғой. Арал дегеніміз не екен? Динас. Жақсы. Жақсы. Пол жил потерять надежду, жрал кость в умении, жал смерть, гибель, сам плод. Жақсы. Кеменің Салымыз жаңа болады, кемен жүруі. Жақсы, түсінікті ма? Аудармалары түсінікті болса, қиын болмайды деген ойдамын. Енді қазір кітапты ашайық оқулықты. Оқулықтарыңызда 78-ші бетте 5-ші тапсырма тұр. 5-ші тапсырма тұр. Бұл жерде тыңдалым әрі оқылым. Мен қазір мәтін қоямын. Тыңдайсыздар, мұқият дискриптіға назар аударамаңыздар. Бейнебаянды мұқият тыңдайсыздар, көресіздер. Және бір-бірлеріңмен талдайсыздар, соның үшін 3 күрделі сөзді табасыздар. Тағдыр мені көз көріп құлақ естімеген адам жүрмеген түкпірдегі бір аралға әкеліп тастады. Құтыламын деген сенім жоқ. Мен дүниеден қол үзіп айдалада қалдым. Арылмас қайғыға ұшырадым. Мен бүкіл адамзат баласынан алыс қалдым. Мен қоғамнан қуылған жәндікпін. Киім кешегім аз, біраз уақыт өткен соң киетін киім де қалмайды. Мен аңнан, адамнан қалай сақтанамын? Менде сақтанатын қару жоқ. Барлық жолдасым суға кетіп, апат болғанда мен тірі қалдым. Мен ғана кемедегі адамдардан бөлініп, жалғыз қалдым. Ажал тек мені есіркет. Мені ажалдан құтқарған нәрсе мүмкін. Бұдан да құтқарар, бірақ мен аштан өлген жоқпын. Адам баласы тамақ таба алмайтын. Ел жоқ,
Күн жоқ жапан далада өмір сүріп жатырмын. Мен киімсіз өмір сүретін жерде тұрамын. Мен тұрған аралда Африканың аралдарындағыдай адам жоқ. Әлі күнге дейін жыртқыш аңда кездеспеді. Африка аралдарының бірінде қалсам, қайтер едім. Құдайдың құдіреті шөккен кемені жиекке жақындатып әкелді. Кемеден өзіме күнделікті керекті заттарды алып үлгердім. Өлгенше тамақ тауып ішуіме болатындай мүмкіндік берді. Дүние жүзінде адам баласының мұнан ауыр жағдайға тап болуы екіталай. Бірақ мұнда тұрмыстың жаман жағы ғана емес, жақсы жағы да бар. Аралдағы тұрмысыма үйрене бастадым. Бұрын минут сайын кеме көріне ме деп теңізге қарайтынмын. Енді үмітімнен күдер үздім. Өз тіршілігімді жеңілдетуге тырысып жүрмін. Енді бұл сіздерде 5-ші тапсырмада берілген мәтін, сол мәтін бойынша мен сіздерге видеоролик жасадым осылай, түсінікті болсын. Балалар, енді қараңыздар, сол жерде мәтінде күрделі сөздер берілген. Дәптерлеріңізге әрқайсыңыз жеке-жеке күрделі сөзді табасыздар да сөйлем салыстырасыздар. Алғашқы 3 адамды бағалаймын. Жылдам. Уақыт кетті. Біріккен сөз дұрыс айтады. Екі сөздің бірігі арқылы салып тұр, иә? Екінші сөзі өле-өлгенше. Жарайды, жақсы. Рахмет, сөйлем құрастыру, сөйлеміңді оқи ғой. Робинзон Крузоға өле-өлгенше тамақ тауып ішуіне мүмкіндік берді. Жақсы, жарайды. Ал айтуға және? Күрделі сөздерді біріккен сөзі. Дүние жүзі, сөз тіркесі адам баласы. Тамаша, жақсы, ал. Сөйлеміңіз? Сөйлем. Оқи ғой. Дүние жүзі. Дүние жүзінде адам баласының мұнан ауыр жағдайға тап болуы екіталай. Тамаша, жақсы. Тәні, сіздерде бар ма? Кімде бар? Шолма сізде бар ғой деме? Қаны, оқи ғой. Қайғыға ұшырадым, тіршілігімді жеңілдеттім, адамдардан бөлдім, өмір сүремін. Робинзон Крузо өз қамын өзі жасады. Жақсы. Ал, айған толтыра ғой, түрін ажыратуымыз керек. Күрделі сөздер, дүние жүзі, қос сөз, өле-өлгенше. Жарайды, жақсы балалар, бәрімізді бір-біріне ұқсас болып келеді. Яғни, кәнекей көрейік. Күрделі сөздер, киім-кешек, қысқарған сөз бар ма? Мәтінде? Оны неге таппадық? Кеше ғана түсіндірген сияқты едік, иә? Қысқарған сөз. Аралда Робинзон Крузоның киім-кешегі азы болды. Африка аралы. Қандай арал? Африка. Ендеше бұл сөз тіркесі. Романның кейіпкері Африка аралдарына қалмағанда қуанды. Дүние жүзі ол біріккен сөз. Аталмыш роман дүние жүзіне таныс шығарма деп те құрастыруға болатын еді. Жақсы. Енді жалпы күрделі сөзді есімізге түсіре кетейікші. Неше түрі бар еді күрделі сөздің қазір? 5. Қандай саны? Біріккен сөз, күрделі сөз, қос сөз, және қысқарған сөз. Қысқарған сөзге кім мысал келтіреді? Дұрыс айтады, дұрыс. Америка құрама штаттары. Тамаша. Мінекей осындай қысқарған сөздердің түрлерімен танысқан болатынбыз, иә? Енді келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Сіздерде қазір тапсырма орындайсыздар. Ол үшін бүгін сіздерге ұмытпайын, теңге күні екен, жалпы валюта күні екенін ұмытпаңыздар. Бүгін 15-ші қараша валюта күні екен. Ендеше мен сіздерге де сол сыйлық болсын деп теңгелер алып келдім. Енді 100 теңгеліктер мұнда келе қаламыз дейсіз. 100 теңге алғандар мұнда жылдан. 50 теңгелер мұнда бар екінші топта. 20 теңге алғандар ортадағы топқа келейік. Бірінші топ құрастырады, сақлай кешен талдау формасын сақтап, шығарманы талдайды. Құралдар тобы сұрақтарға жауап береді роман желісі бойынша. Үшінші топ Робинзон тобы кеспедегі суреттерді постер
кинолента жасайсыздар. Ол сіздерге берілді. Мына рецепті сақтап, скриптор тұр алдарыңызда. Кеменің қатты дауы кездесті. болды. Ол қайық апатына түсті де өз жалғыз қалды. Қалған достары қайтыс болды. Күнделікті өміріне қажетті тамақты қалай және қайдан тапты? Аулап алған қазының терісін сыпырып, жүнін жұлқып кептіріп тамақ пісірді. Дәнді қалай алды? Қаздарды асырады. Ол өзіне баспана жасап алу жолында не істеді? Ең басымен ол өзіне палатка жасады, содан кейін өзіне тұрақты үйін жасады. Солай ма еді? Бірінші не жасап еді? Үлкен Қайық жасады. Оны орнынан жылжытып әкеле алмағандықтан жасады. кішкентайын жасады. Одан кейін барып шағын шалғаш жасады. Одан кейін барып өзіне үлкен баспана салды. Жақсы. Болды ба? Рахмет. Аңдан бағалауы дейік. Жақсы, келесіміз аяқтаған тап келіңіз. Берілген тапсырма сұрақтарға жауап беру. Солай ма? Сізге сұраққа жауап беру ма? Сізге шығарманы сатылай кешенді талдау болатын. Ал дәмі? Авторы Даниэль Дефорт, тақырыбы Робинзон Крузо, идеясы шыдамдылық, жанр роман, кейіпкер Робинзон Крузо, ұжымы, тағы да басқа. Композициялық құрылымы, оқиғаның басталуы, адамдарды сату, оқиғаның дамуы островта тұрып, сынақтардан өтуі, оқиғаның шиеленісуі, ол островтан шыға алмады, және де оқиғаның аяқталуы, жұмамен үйіне қайтып, туысқандарынан қаза болғанын көрді. Енді дұрыс нұсқасымен салыстырып көрейік, қайсысы қаншалықты сәйкеседі екен, кәдімгідей тексерейік. Балалар, дұрыс айтты ма? Өздеріңше дұрыс иә балалар? Пікірлері өте дұрыс иә? Бірақ дегенменен, жалпы сіздер барлықтарын жаздыңыздар ма? Жақсы. Бос қалған жоқ қой. Жақсы, рахмет. Ал бағалайық. Ал енді ең қиын тапсырма, кино құрастыру керек болған болатын. Біздің жігіттеріміз қалай құрастырыпты көрейік. Робинзон Крузо достарымен суға шықты. Дұрыс айтады. Ата-ананың рұқсатын алды ма? Жоқ. Арманы болатын, иә? Ата-ананы тыңдамады. Ата-ананың рұқсатынсыз арманына жету үшін. Иә, теңізге шықты, қарай. Екінші суретте апатқа тап болды. Үшінші суретте кемеден заттарын алды. Төртінші суретте орманмен танысып уақыт қойды. Бесінші суретте өзіне қолайлы жер, қолайлы күрке орнатты. Алтыншы суретте егін салумен айналысты. Жетінші суретте кеме жасап оған аман болды. Сегізінші суретте өзіне жаңа дос тапты. Кімді тапты? Пятница. Тоғызыншы суретте ол жұмамен достасып екеуі бірге қайық жасады. Тоғызыншы суретте ол жұманы достарымен қайыққа мінгізіп сумен жіберді. Соңғы суретте өзі де заттарын алып қайық жасауға тырысты. Соңғы суретте қайығына мініп адамдарды көрді қайықта. Сонда енді арманына жетті ма? Иә. Жақсы. Рахмет. Балалар, бағалайықшы. Ал енді тоқта балалар қояды. Ең жоғарыға бұл жерде 5 қойып отыр. Қарап қойып отырамыздар. Өз-өздеріңізге баға қойып ұмытпаңыздар. Әйтпесе кейден кейін бағамды дұрыс қоймадым деп жатасыздар ғой. Өздеріңізге баға қойыңыздар, бос тапсырмаңыздар. Алдарыңызда бағалау қараңыз. Арал түгелдей сумен қоршалған құрлықтың бір бөлігі. Құрлыққа қарағанда аралдан шағын келеді. Жаратылысына қарай құрлықтық және дербес, ал тұрған ортасына қарай мұхиттық, теңіздік және өзендік болып бөлінеді. Дүние жүзіндегі ең үлкен арал Гренландия. Қазақстандағы ең үлкен арал Арал теңізіндегі Барсакелмес аралы болған еді. Қазіргі таңда ол судың таралуы себебінде жер бетімен біріккен.
Жақсы. Ал енді карталарыңызды картаға бірімізге картаға бермейді, заралдарды бермейді. Көрмейтін болсам, экранға да назарларыңызды жіберейін. Осы енді негізшегі бір топсырғандан көрсетсіз. Неше солай ойластырған енді. Неше арал керекпіз? Енді қанша табылған, қанша беруасыз, керісінше тұрамыз енді. Енді керісінше, кәні бір-біріміздің жұмысымызды тексеріп бал қояйық. Болды, отыра берейік орнымызға. Ауызша да орындасаңдар болады негізі. Кішкене бір минут талқылауға болсын, е? Екінші минутында айтуға берейік. Дискретті жазылып тұр, сол жерде, қараңыздар. Көп жерде не бар ғой? Қазіргі заманда белгісіз аралда өмір сүрудің қандай жолдарын ұсына аласыздар? Біз ағаштардан кокостың шырылын ішу, балық аулау және жеміс-жидектер іздеу. түсіндірмесі бұл түсініктердің бәрі адам аштан қалмас үшін адамның өмірге Өмір сүру, жақсы, одан кейін ал. Ең маңызды ақпарат. 28 жыл шыдаған. Біз белгісіз аралда шыдай алмаушы едік. Себебі өте қиын болар еді. Қазіргі балалар, адамдар ондайға үйренбеген. Қандай мысалмен дәлелдейсіз? Мысалы, қазіргі адамдар, ұлдар, жігіттер 2 жыл әскерден қашады дейді. 2 жыл әскерден қашады дейді. Жақсы. Сосын? Неге? Өйткені біз ондай тіршілікке үйренбегенбіз. Біз жалғыз қалып шыдай алмаушы едік. Жақсы, жалғыз қалып шыдай алмаушы едік дейді. Ал сіз бірақ жалғыз қалып қойдыңыз, бірақ та не істеу керек еді соған? Өмір сүруге талпыну керек. Жақсы, әрі қарай сіздерден сол. Болсаңыздар, романда қалай аяқтар едіңіздер? Кім біз, нені романды, қалай үйге келіп, ата-анасынан кешірім сұрап, әрі қарайда саяхаттап жүруді жалғастырады. Неліктен ата-анасын сағынды? Себебі ата-анасынан рұқсат сұрамады. Жақсы. Сабағымызға кері байланыс берейік. Мына жерде плюс-минус пенен белгілі болсаңыздар болады. Ақылымыз жазамыз болсын. Әрине. Ал енді ауызшада кері байланыстың бәрі шыққаны. Кім айтқысы келеді? Бүгінгі сабақ қызықты болды ма, қызықсыз болды ма? Қызықты. Кім тағдап өтеді? Ақаншыңыз? Мен бүгінгі сабақ қызықты өтті деп айта аламын. Өйткені бүгінгі сабақта біз Робинзон Крузо романымен танысып, қызықты роман оқыдық. Жақсы, сіздермен бар ма? Сабақтарда өйткені біз тобымен жұмыс істеп бәріміз бөледік, шығып тақтаға сабақ. Ал мен сабаққа сирек қатыстым деген оқушы бар ма? Мен сабаққа мүлдем аз қатыстым деген. Виталий сабақ түсіндің ба? Айда, сабақ ұнады ма? Бәрін түсіндің ба? Не түсініксіз болды? Ешкімнен түсініксіз болған жоқ, бәрін түсіндім. Жақсы, рахмет. Сіздерден бар ма? Тоқтан? Жақсы. Бізге сабақ өте қызықты болды, себебі әртүрлі тапсырмалар орындап топпен жұмыс жасадық. Жақсы. Ал кері байланыстарыңызды беруге өтіңіздер, қазір мен сабақ соңында жинап алам. Жалпы балалар, бүгін сіздерге үлкен рахмет, үлкен роман, әрине бұған уақыт өте аз. Әрі қарай да толық нұсқасын оқиды деген сенімдемін. Бүгін сабаққа жақсы қатыстыңыздар.
барлықтарыңызға 10 деген бал қоямын. Қазір сіздің сабақтың аяғында сізге сыйлығым бар. Оны сабақтан осы кәсімен жақсы қазір барлықтарыңызға рахмет. Үйге тапсырмаңыздар. Кітаптарыңызда Робинзон Крузоға 12 сөзден тұратын хат жазу керексіздер. Ол 80-ші бетте 11-ші тапсырмада тұр. Жазып аламыз. Мінекей, 80-ші бетте 11-ші тапсырма, кейіпкерге хат, Робинзон Крузоға 12 сөйлемнен хат жазасыздар. 12 сөйлемнен аспау керек. Жақсы, сау болыңыздар.